Ассалаумағалейкум. 20 қаңтарда Дональд Трамптың инаугурациясы өтті. Енді ол заңды президент. Енді Трамптың президенттігіне не күтуге болады? Бізді болашақта үлкен өзгерістер күтіп тұр. Алдағы 4 жылда үлкен түбегейлі өзгерістер болады. Неге десеңіздер, Трамп біріншіден іскер адам, ол саясаткер емес, ол бизнесмен. Саясаткерлердің басым бөлігі негізінен көп сөйлейді, бірақ аз істейді. Трамп керісінше, аз сөйлейді, бірақ көп істейді. Өйткені ол бизнесмен болғандықтан оған нәтиже маңызды, оған сөз маңызды емес. Және оның үстіне ол өте ширақ адам, өте тынымсыз. Ол нәтижеге барынша тез қол жеткізуге тырысады. Мысалы, сайлауда жеңіске жеткеннен кейін Трамп бірде бір күн демалған жоқ. Ертеңінде ақ ол білегін сыбанып, белсенді түрде саяси өмірге араласып кетті. Оның орнында басқа біреу болса, мен әлі президент емеспін, менде әлі уақыт бар деп коктейлін ішіп жатар еді. Бірақ Трамп ондай емес. Ол 2,5 ай бойы бүкіл әлемді дүрліктіріп жүрді. Президент болмай тұрып. Ал қазір президент кезінде 4 жылда ол не істей алатынын ойлай беріңіздер. Қазірдің өзінде бір ай өтпей тұрып, ол басқа президенттер 4 жылда бітіре алмайтын істерді тындырып жатыр. Бұл Трамптың іскер адам екенін білдіреді. Бірақ ең бастысы ол емес. Ең бастысы Трамп тәуелсіз адам. Ол жүйенің адамы емес. Ол элиталарға бағынбайды. Я қазір кейбір сарапшылардың айтуынша, Трамптың артында да үлкен беделді топтар бар дейді. Ол қазіргі IT алпауыттардың басшылары, солардың ішінде Илон Маск бар дейді. Олар Трампты президент қылды, оған демеу беріп жатыр деп айтады. Солай болуы да мүмкін, бірақ солай болғанның өзінде де бәрібір Трамп біреудің айтқанын орындап жүретін адам емес. Оның алдындағы басқа президенттер сияқты, Джо Байден бола ма, Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон, басқалар бола ма, олардың бәрі жүйенің адамдары болды. Олар жоғарыдан келген тапсырманы орындап жүретін орындаушылар болды. Трамп ондай емес. Оның өз ұстанымдары бар, өз мақсаттары бар. Егер ол алдына мақсат қойса, ол ешкімге жалтақтамайды. Ол сондай адам. Бұл Трамптың ең үлкен ерекшелігі. Сондықтан қазір ол осы ескі қалыптасқан жүйені бұзып, оның орнына жаңа жүйе орнатайын деп жатыр. Ол дегеніміз оның алдында үлкен кедергілер болады деген сөз. Өйткені осыған дейін жылдар бойы қалыптастырған, терең тамыр жайған бұрынғы элиталар, глобалистер қалыптастырған жүйені бұзу, оны түп тамырмен жұлу оңай іс емес. Бірақ қазіргі Трамп 8 жыл бұрынғы Трамп емес. Ол біраз тәжірибе жинады, ол қатты күшейді. Сондықтан қазір оған да қарсыласу оңай іс болмайды. Егер Трамп өзінің мақсатына жетсе, бұл жоспарларын жүзеге асырса, онда әлемдік саяси сахнада түбегейлі өзгерістер болады деген сөз. Қазірдің өзінде бір ай өтпей тұрып, Трамп біраз істерді тындырып тастады. Күн сайын біз жаңалықтардан сенсация естіп жатырмыз. Президент болғанның алғашқы күні Трамп ақш-ты әлемдік денсаулық ұйымынан шығарып тастады. Одан кейін ол USAID ұйымын жауып тастады. Ал USAID ол өте ықпалды ұйым. Ол ақш-тың 5-ші колоннасы деп айтуға болады. Бүкіл әлемде басқа елдерде ақш-тың саясатын жүргізетін, ақш-тың лоббиін, олардың пропагандасын тарататын, қоғамға әртүрлі коммерциялық емес ұйымдар арқылы өзінің саясатын жүргізетін өте мықты ұйым болған. Қазір көптеген сарапшылардың айтуынша, осы USAID ұйымы біраз елдерде революция жасап, төңкеріс ұйымдастырған, біраз елдерде соғыс бастаған. Қазір USAID-тің Украинадағы майданға тікелей қатысы бар деп айтылады. Сол майданды олар қаржыландырған деп айтады. 2014 жылы Украинада бүлік шықты, оны майдан көтерілісі деп атайды. Оны біз қаржыландырдық, бірақ ол туралы бізге ешкім айтпады. Ешбір газет ол туралы айтқан жоқ. Біздің үкімет ол туралы тіс жармады. USAID шын мәнінде ол ЦРУ-дың алғы шебі, сол бүлікті қаржыландыруға 5 миллиард доллар жұмсаған. Және Украинадағы мемлекеттік мекемелерге, үкімет ұйымдарына USAID-тен 23 миллиард доллар ақша төленген деп айтылады. Яғни мемлекеттің бюджет тарапынан қаржыландырылатын істеріне бұлар тікелей араласқан. Мемлекеттің саясатына тікелей араласқан деп айтуға болады. Және Украинадағы бұқаралық ақпарат құралдарының 90% USAID-тен ақша алған деп айтылады. Ол дегеніміз USAID осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қоғамға іріткі салып, Американың пропагандасын жүргізіп, қоғамда үлкен алауыздық тудырған. Осының бәрі қазір тоқтады. Трамп бұл үлкен, ірі, ықпалды, беделді ұйымды бір күнде жауып тастады. Бұл өте үлкен қадам. Бірақ Трамп оған тоқтаған жоқ. Ол ЦРУ ұйымының біраз қызметкерлерін отпускқа жіберді. Және ол аз болғандай, енді қазір Трамп пен Илон Маск Пентагонды аудитке алайын деп жатыр. Ол дегеніміз, егер Пентагонға аудит жасалса, онда жылдар бойы ақш-тың сыртқы саясатында істеліп жатқан қылмыстардың бәрі әшкере болады деген сөз. Олардың қалай Украинадағы соғыстың басталуына себепкер болғаны, Ресеймен келісіп, одан басқа осының алдындағы Иракта, Ауғанстанда соғыс бастағандар туралы, басқа елдерде революциялар жасап, билікті төңкергендері, мысалы Либияда, Сирияда қалай жаңағы ИГИЛ деген ұйым бар ғой, сол ұйым арқылы сол жақта бүлік шығарғандары, басқа да әртүрлі ұйымдар арқылы, діни секталар арқылы қаншама елдерге бүлік салып, солардың берекесін қашырған туралы, қаншама елде соғыс бастап, революция жасағандар, осының бәрі енді әшкере болады.
2024 жылы біздің салық төлеушілеріміздің ақшасынан $697 миллион, соның ішінде USAID қорынан $534 миллион $719 мың Ауғанстанға жұмсалды. Жыл сайын $697 миллион және оның үстіне тағы да қосымша жіберілген ақша медреселерді, ИГИЛді, Әл-Қайданы, Боко Харамды, Вилаят Хорасанды, террористерді жаттықтыру лагерлерін қаржыландырған. Егер соның бәрі бетке шықса, онда бүкіл әлем алдында ақш-тың беделі құлдырайды. Олар кәдімгі қара бет болады. Бұл өте үлкен, сондай бір өте маңызды қадам болады. Енді осыған дейін мен Трамптың тек жақсы жақтарын ғана айтып келдім, бірақ оның да кемшіліктері бар, оның да жаман жақтары бар. Мысалы, Трамп басқа президенттер сияқты элита өкілі емес, ол саясаттан шыққан адам емес, ол бизнестен шыққан. Оны енді тексіз деп айтсам тым дөрекі болады, қараша халықтан шыққан адам деп айтуға болады. Сондықтан ол басқа президенттер сияқты элитаның әдеп кодексін ұстанбайды. Оның жүріс-тұрысына қарасаңыздар, өте тұрпайы, дөрекі деп айтуға болады. Оның қылықтары балаң қылықтары сияқты, ол өз оппоненттерін кекетіп мазақтайды. Сайлау алдындағы дебатта мигранттар көшедегі ит мысықтарды аулап жейді деп айтқан, оның бұл сөздерін бүкіл әлем сол кезде күлген. Спрингфилдте олар иттерді жеп жатыр, сол келіп жатқан адамдар, олар мысықтарды жеп жатыр, сол жерде тұрып жатқан тұрғындардың үй жануарларын жеп жатыр. Міне біздің елде қазір осындай жағдай. Кейін ол сөз кәдімгі мемге айналып кетті. Бірақ бір қызығы, факт-чекерлер ол ақпарат тексерген кезде ол рас болып шықты. Шынында да кейбір елдерден келген мигранттарда сондай діни рәсімдер бар екен. Трамптың осындай қылықтары оның бір жағынан саясаткер емес екенін білдіреді. Бірақ екінші жағынан оның қарапайым пендешілігін көрсетіп тұрды. Басқа саясаткерлер басым бөлігі, енді бәрі деп айтпай ақ қойын, бірақ басым бөлігі өздерінің ішкі дүниесін көрсетпейді. Олар қандай ішінде шайтан отырса да, өзін тек жақсы жағынан ғана көрсетеді. Олардың бәрі маска тағып жүреді. Трамп ондай емес. Ол өзінің ішкі дүниесін жасырмайды. Ол өте турашыл. Бұл бір жағынан оның кемшілігі, екінші жағынан оның артықшылығы деп айтуға болады. Одан басқа, Трамп кедей адамдарды, мигранттарды жақтырмайтын бәріңіз білесіздер. Оның үстіне ол мұсылмандарға да оның көзқарасы онша жақсы емес деп айтуға болады. Енді 100% айқын исламофоб болмаса да, оның мұсылмандарға көзқарасы біздің қалағанымыздай емес те. Ол өзінің төңірегінде Илон Маск сияқты исламофоб адамдар көп жинаған. Одан басқа Трамп Еуропадағы фашизмге жақын әсіре оңшыл саясаткерлерді қолдап жүр. Бірақ Трамптың ең үлкен кемшілігі ол тым израильшіл. Мұнда таңғалатын ештеңе жоқ. Бұл ақш-тың сыртқы саясаты, Израиль олардың ең жақын стратегиялық маңызды серігі, олардың таяу шығыстағы өкілі деп айтуға болады. Сондықтан ақш билігіндегі барлық президенттер сондай, Джо Байден да сондай. Егер Трамптың орнына Камала Харрис болса, ол да сондай саясат жүргізетін еді. Сондықтан мұнда таңғалатын ештеңе жоқ. Бірақ Трамп кейбір кезде тым артық кетіп қалады. Мысалы, 7 қаңтарда ол Хамас өкілдеріне үндеу жасағанда, мен таяу шығысты тозаққа айналдырамын деп айтты. Егер тұтқындар босатылмаса, мен келіссөздерді бұзғым келмейді, бірақ менің инаугурацияма дейін олар босатылмаса, таяу шығыс нағыз тозаққа айналады. Оның бұл сөздерінен кейін бірнеше сағаттан соң Калифорния штатында үлкен өрт басталып кетті. Трамп осындай сөздермен Алланың қаһарын тудырды. Алла тағала оған сол кезде нағыз тозақтың қандай болатынын көрсетті. Бірақ соған тоқтамай, қазір Трамп енді Газада қалған палестиналықтардың бәрін қоныс аудартайын деп жатыр. Бұл енді бүкіл әлем үшін күтпеген бір жаңалық болды. Кәдімгі басымыздан жай ұрғандай. Мен өзім бұған қатты таңғалдым. Трамптан ондай әрекетті мен күтпедім. Шынымды айтсам, менің Трамптан қатты көңілім алды. Бүкіл әлем қазір оның сөздеріне наразы болып отыр. Енді Газада қазір 1,5 миллионнан астам халық әлі бар. Соның бәрін қоныс аударту деген ол енді барып тұрған нағыз оңбағандық. Соншама адамды қоныс аударту ол енді ондай нәрсені тек Сталин сияқты жауыздар ғана жасайды. Трамп қазір осындай жексұрын әрекетке барып отыр да. Және ол сол Палестина тұрғындарын Израильге емес, ақш-қа емес, сол жердегі көршілес Иордания, Мысыр деген елдерге жіберейін деп жатыр. Енді осыған орай қазір Мысыр елінде шұғыл түрде 27 ақпанда араб елдерінің саммиті өтейін деп жатыр. Олар енді Трамптың осы әрекетіне қарсылық білдірейін деп жатыр. Және одан кейін ертеңінде Қытайдың сыртқы істер министрі Трамптың бұл әрекетін құптамайтынын білдірді. Газа палестиналықтарға тиесілі жер, және ол Палестинаның ажырамас бір бөлігі. Қытай Палестина халқының заңды ұлттық құқықтарына қолдау білдіреді, және соғыстан кейінгі үкіметте палестиналықтарды тек палестиналықтар ғана басқару керек деген маңызды қағиданы ұстанады. Біз Газа тұрғындарын күштеп қоныс аудартуға қарсымыз. Енді алдағы уақытта Ресейден де ондай наразылық болса, мен таңғалмаймын. Қазір бүкіл әлем Трамптың осы әрекетіне қарсылық білдіріп отыр. Мен анық айта аламын, Трамп бұл жоспарын жүзеге асыра алмайды. Осының алдында 1 жылдан астам уақыт бойы Израиль оларға қандай геноцид ұйымдастырды. Британия тарапынан, ақш тарапынан техникалық, әскери көмектің бәрі қамтамасыз етілді. Бірақ қарапайым тәпішке киіп, базука ұстап жүрген Хамас жауынгерлерін Израильдің әлемдегі ең мықты, ең жақсы жасақталған әскерлерінің бірі түк істей алған жоқ.
олардан таяқ жеп қалды. Оның өзі бір нәрсе айтып тұр да, Алла тағала өзі Ғаза тұрғындарын қорғап отыр. Сондықтан Трамп бұл жоспарын жүзеге асыра алады деп мен өзім сенбеймін. Енді тағы бір маңызды нәрсені айта кету керек. Трамп Израильді соғыс тоқтатуға мәжбүрледі. Яғни ол Ғазада қалған тұрғындардың түгелдей қырылғанын қаламай отыр. Я ол сол адамдарды қоныс аудартайын деп жатыр, бірақ ол жазықсыз адамдардың өлгенін қаламайды. Әрине Израиль ол келісімді бұзып отыр. Олар сондай келісім болғанына қарамастан бәрібір Палестинадағы тұрғындарды атқылап жатыр, оларды өлтіріп жатыр. Оның ішінде балалар да бар. Бірақ осының алдындағыдай олар қалаларды жарып, ауруханаларды, университеттерді, перзентханаларды жарып, адамдарды енді жаппай қырып жатқан жоқ. Осының өзіне де енді алғыс білдіруге болады. Трамптың осындай қылығы оның әлі де сәл болса да пендешілігі бар екенін білдіреді. Басқа саясаткерлер сияқты емес. Мен осының алдында айтып едім ғой. Өмір бойы саясатта жүрген адамдар, Владимир Путин бола ма, Джо Байден, біздің Назарбаев пен Тоқаев та сондай адамдар. Олар кәдімгі тас жүрек, қатыгез адамдар. Оларда ешқандай жанашырлық, мейірім деген нәрсе жоқ. Мысалы, Джо Байден Израильге Ғазада геноцид жасауға көмектесіп отырды, бүкіл қолдауын көрсетті. Егер қазір Трамптың орнында Байден немесе Камала Харрис президент болса, олар бұл геноцидті ақырына дейін жеткізер еді. Палестина халқын түгелдей қырып тастамай, олар тоқтамайтын еді. Ал Трамп ондай емес. Ол адамдардың қырғынын тоқтатты. Бұл Трампта сәл болса да адамгершілік бар екенін білдіреді. Сол себепті де қазір ол Украинадағы соғысты да барынша тоқтатуға тырысып жатыр. Ол Джо Байден сияқты екі елді шағыстырып қойып, екі жаққа кезек-кезек көмек көрсетіп, өзі коктейлін ішіп қарап отырған жоқ. Екі жақта адамдардың қырылып жатқанына мәз болды. Жоқ, Трамп ондай емес. Ол бұл соғысты тоқтатуға тырысып жатыр. Және әр кез бұл соғыс туралы айтқан кезде ол екі жақтан да жүздеген мың адам қайтыс болды, адамдардың өлімін тоқтату керек деген сөзді жиі қайталап айтады. Ол дегеніміз адам өлімі оны шынында да мазалайды деген сөз. Яғни Трамптың бүкіл кемшіліктерін ескере отырып, оның басқа президенттерге қарағанда үлкен артықшылықтары бар екенін мойындау керек. Және тағы бір маңызды нәрсе, Трамп, мен жаңа айттым ғой, өзінің ішкі дүниесін жасырмайды. Ол ақш пен Израильдің бүкіл саясатын бәрін әшкере қылды. Осыған дейінгі президенттер, Джо Байден бола ма, оның алдындағылар бола ма, олар Израильдің Палестинаға қарсы соғысының артында қандай саясат бар екенін жасырып келді. Теракт, анау-мынау терроризмге қарсы күрес деп сондай неше түрлі шымылдықты қолданды. Екінші жағынан Ғазаға гуманитарлық көмек жіберіп отырды, өздерін жақсы жағынан көрсету үшін. Ал Трамп алды да бәрін ашық көрсетті. Бізге Ғаза керек деді. Американың еншісіне соны иелену керек деді. Ол Израиль мен Американың шынайы саясатын бәрін ашық көрсетіп берді. Яғни Израиль геноцидінің артында тұрған саясат ол палестиналықтарды түгелдей қырып тастап, Ғазаны өз иелігіне алу. Өйткені ол жақта ресурстар бар, ол жақта газ бар, ол өте маңызды логистикалық жолдың үстінде тұр. Және оның үстіне қазір Трамп ол жақта курорттар салып, қонақ үйлер салып, содан ақшалай пайда табайын деп отыр. Яғни ол өзінің ниетін ашық білдіріп отыр. Және тағы да бір өте маңызды нәрсе, Трамп денсаулық сақтау саласында үлкен өзгерістер жасайын деп отыр. Ал бұл өз басына жеке тақырып. Құдай қаласа келесі видеода мен бұл тақырыпты қозғаймын. Сондықтан арнаға жазылыңыздар. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар. Келесі видеоларды күтіңіздер. Келесі кездескенше.